Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің жалпы қарастыратын тақырыбымыз күйген кезде көрсетілетін алғашқы көмек. Жалпы күйу бұл теріге айтарлықтай жарақат салады, бірақ та дер кезінде дәрігердің көмегіне жүгінетін болсаңыз, ауруды асқындырмайды. Ал егер де адам күйіп қалған жағдайда жедел түрде ауруханаға жеткізудің мүмкіндігі болмайтын болса, үй жағдайында мен айтатын әдістерді қолдануға кеңес беремін. Жалпы күйген теріге көрсетілетін әдіс, бұл бірінші әдісі жұмыртқаның сарыуызын немесе қайнатылған жұмыртқаны ыдысқа салып, оған бір шай қасық балды қосып, күйген теріге жағады. Бұл ауруды басады, әрі жараның тез жазылуына септігін тигізеді. Жалпы осы күйген жағдайда оның көрсетілетін емін жасамастан бұрын неге күйгенін анықтап алуымыз қажет. Соған орай халық медицинасымен емдеуге кірісесіз. Жалпы халық медицинасына шолу жасайтын болсақ, егер де ыстық суға күйген жағдайда дер кезінде шикі картоп немесе сәбіз басу керек. Көкөністі екіге бөліп күйген теріге қояды, шамамен 5 минуттай ұстап тұрып, екінші бөлігіне ауыстырасыз. Емді ашығаны басылғанша жалғастырасыз. Ал жарақаттың ізі қалмайтындай болсын десеңіз, аталған көкөністің біреуін үкіштен өткізіп, езбені күйген теріге қоясыз. Сыртынан қабатталған дәке байлайсыз да, бұл компрессті әр 2 сағат сайын жасайтын болсаңыз, денеңізде ешқандай із қалмайды. Ал егер де ыстық майға, яғни тағам пісіріп жатып ыстық майға күйіп қалсаңыз, дер кезінде сүзбені, яғни творогты жау керек. Сыртынан бинтпен немесе орамалмен орап, емді тәулігіне жасау керек. Ал егер де творог болмайтын болса, қалың етіп ас содасын себесіз. Емді жасаудан алдын күйген теріңізді сулап алғаныңыз дұрыс, қаласаңыз сыртынан орап қоюға да болады. Ас содасын қаншалықты ұзақ ұстасаңыз, соншалықты оң нәтижеге қол жеткізуге болады. Соданың орнына тұз қолдануға да болады. Ол үшін бір ас қасық тұзды жарты стакан салқын суға араластырып, күйген теріні сүртесіз. Ал егер де ыстық үтікке күйіп қалсаңыз, свежий алоэ жапырағын 2-ге бөлесіз де күйген теріге таңасыз. Сыртынан бинт немесе орамал орап тастау керек. Қырыққабаттың жапырағы да күйген теріге ем болады. Ол үшін жапырақты салқын суға жуып, күйген жерге басасыз. Тағы да асқабақ тілігі де күйген теріге тамаша ем болатында сөзсіз. Ал егер де ыстық буға күйсеңіз, мақта матаны немесе дәкені салқын айранға малып аласыз да күйген теріге басасыз. Емді әр 2 сағат сайын үзбей жүргізетін болсаңыз, нәтижесі керемет болады. Немесе оның орнына салқын сүтті күйген теріге бассаңыз болады. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.